Қайырлы күн. Бүгін сіздермен номер 493 есепті талқылайтын боламыз. Мұнда бізде жай бөлшектердің қосындысы немесе айырма тұр, иә. Енді қараңыз, 3-тен 1-ге 3-тен 1-ді қос дейді. Яғни 3-тен 1-ді өз-өзіне 10 рет қос дейді. Ол не деген сөз? Ол 3-тен 1-ді 10-ға көбейт деген сөз, иә. Мысалы үшін сіздің копилкаңызға күнде 10 күн бойы күнде 5 теңгеден салып отырыңызшы, дүйсенбі 5, сейсенбі 5 деп, дәл солай 10 күн салып отырсаңыз, 5-ті 10-ға көбейтіп қанша жинағаныңызды бірден біле қоясыз, иә? Дәл сол сияқты 3-тен 1-ді бір-бір өз-өзіне неше рет қосамыз деген сөз, сол санды неше рет қоссаңыз, соған көбейту деген сөз. Мұнда 3-тен 1-ді 10 рет қос дейді, демек 10-ға көбейтеміз. Демек, осы жерден есепті шығару керек, сразу 3-тен 10 болады, иә. Екінші, мұнда минус 2-тен 1, минус 2-тен 1, дәл осы жерден айырма болып тұр. Айырманы көбейту 8 деп жаза алмаймыз, 8 рет деп тұр. Демек, осы жерден минусты жақша сыртына шығарып жіберемін де, қалған 2-тен 1-ді қосынды түрінде аламын. Себебі мұнда жақшаны ашқан кезде теріс сан, жақшаның сыртында теріс сан тұр ғой. Жақшаны ашқан кезде алдында теріс сан болғандықтан жақшаның ішіндегі барлық амалды кері амалға айналдырып жібереді. Бізде қосу болып тұрғандықтан, онда мына минусымыз қосуды азайтуға айналдырып жіберіп, дәл осы қайтадан өз қалпына келеді. Енді қосынды түрінде жаздым. 2-ден 1-ді бізде неше рет қос дейді, яғни 8 рет. Демек, 2-ден 1-ді 8-ге көбейтемін. Қысқарады, себебі 8-дің бөлімінде 1 бар деп ұғамыз. 2 2-ге қысқарады, 2-ні 2-ге бөлсек 1, 8-ді 2-ге бөлсек 4, сонда жауабы 4 болды. Екінші, бізде мына жерде 100-ден 1-ді қос дейді 15 рет. Демек, не істеймін? Иә, дәл жаңағыдай 100-ден 1-ді 15-ге көбейтіп жіберемін. Так, екеуі қысқарады 5-ге, 100-ді 5-ге бөлсем 20, 15-ді 5-ге бөлсем 3. Демек, 20-дан 3 шықты. Екінші жақшадан, е? Енді не істейміз? Бізге айтқан есепте деген, е? Енді бізде соңғы амал 3-тен 10. Мұна жерде 4 шықты. Бұл 4 мұна жақшаның ішіндегі мән шығып еді ғой. Осыдан біз 4 шығардық. Бірақ мұна минус бар. Демек, жазамыз 3-тен 1 деген қосқан кезде бізде 3-тен 10 шықты. Жақшаның сыртына шығарып тастағаннан минусымыз жазамыз. Және қосқан кезде бізде жауап 4 шықты. Соны жазам. Осыны шыққан нәтижеге екінші жақшадан 20-дан 3 шықты. Яғни 20-дан 3-ге көбейтемін. Кеттік, ортақ бөлім беріп жіберем 3-ге. Бөлімінде 1 бар деп оғып. Демек, бөлімі 3, алымы 10, азайту 12. Бөліміндегі, жақша сыртындағы көбейткіш өзгеріссіз қалады. Тең, 10-нан 12-ні алсақ, яғни кіші саннан үлкен санды азайтып тұрмыз ғой. Кіші санымыз 10 сан. Демек, бұл жерде теріс сан шығады. 10-на 12 үлкен, 12-нің таңбасы теріс. Демек, 2 бөлу 3 көбейту 20-дан 3. Енді кәдімгі жай бөлшектерді қысқартуды орындаймыз. Мұна 2 қысқарады, мұна мен 2 қысқарады, мұнда 10, мұнда 1. 10-нан 1 минус 10-нан 1. 10-нан 1 деген сөзіміз ол минус 0,1 деген 10-дық бөлшек түрінде жазамын, себебі бөлімінде 10 тұр. Сонда жауабы минус 0,1. Арнама жазу, лайк басуды ұмытпаңыз.